Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Arapça, Қазақша Құран оқуды жалғастырамыз. Әл-Бақара сүресі 2-ші пара 2-ші жүз. Аузубиллахи Бисмиллахиррахманиррахим. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Енді қазақшасын оқиық. 142 мақсат қоны. Әуузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Санасыз ақымақтар, яғни екі жүзділер, мыналарды осы күнге дейін жүздерін қаратып келген құбыладан Құдыстағы Ақса мешітінен қайтарған не болды екен деп айтады. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, ендеше оларға шығыста батыста бір Аллаға тиесілі, құлшылық еткенде қай жаққа қараңдар десе, жүзімізді сол жаққа қаратамыз, ол қалағанын тура жолға салады деп айт. Уа Мұхаммедтің үмметі, міне осылайша сендерді адамдарға ақиқатты көрсетсін һәм олардың істеріне куә болсын. Сондай-ақ Алла елшісі де сендерге дәл солай куә болсын деп, төрт аяғын тең басқан үлгілі де қайырлы сенімі мен әр ісінде әсіре сілтеушілік пен немқұрайдылықтан ада ортан үмбет қылдық. Бұған дейін саған Ақсаны құбыла етіп, кейін оны Қағбаға ауыстырғанымыздың себебі пайғамбардың соңынан шынымен еретіндер мен қолайына жақпаса сырт айналып келген ізімен кері кететіндерді анықтау һәм сол арқылы шынайы мүміндер мен қара басының қамын күйттеп қу нәпсіге құл болып жүргендердің ара жігін ажырату еді. Расында бұл сынақ өте ауыр, алайда ниеті түзу болып, Алла тура жолға салғандар үшін түк те ауыр емес. Алла имандарыңды, яғни имандағы табандылықтарыңды һәм сол иманның бірден бір дәлелі болған бұрынғы құбылаға қарап оқыған намаздарының ешбірін зая етпейді. Шүбәсіз Алла рауф, құлдарына өте жанашыр һәм мейірбан, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, расында сенің уахидың келуін күтіп, жүзіңді қайта-қайта көкке қарата бергеніңді көрудеміз. Мұңайма, сені міндетті түрде көңіліңе жағатын құблаға бағыттаймыз. Қане жүзіңді харам мешітіне қарай бұр. Уа мүміндер, сендер де қай жерде болсаңдар да жүздеріңді харам мешітіне қарай бұрыңдар. Өздеріңе бұрынырақта илахи кітап берілгендер құбланың ауысуы туралы бұйрықтың Раббыларынан келген жақсы біледі. Алла олардың не істеп не қойып жүргендерінен бейхабар емес, һәм істеріне немқұрайды қарамайды. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, соған қарамастан күпірлікте қасарысқан кітап иелеріне қанша аят, қанша дәлел келтіріп, қанша жерден мұғжиза көрсетсең де олар бәрібір сенің құбылаңа қарамайды. Әрине сен де олардың құбыласына қарамайсың. Олар да өзара алауыз болғандықтан бір-бірінің құбыласына қарамайды. Олар бір нәрсе білгеннен емес, нәпсілеріне ергендіктен солай істеуде. Ендеше өзіңе мұншама ілім берілгеннен кейін солардың әуеліктеріне еріп айтқанмен жүретін болсаң, онда күнәға белшесінен батқан залымдардың қатарында боларың сөзсіз. Біз кітап түсірген қауым дін басылары мен ғұламалары ақырғы пайғамбарды құбыласы һәм бүкіл ерекшеліктермен қоса өз балаларын танығандай таниды. Сөйте тұра олардың бір бөлігі осынау ақиқатты біліп тұрып жасырады. Уа Расулым, құбылаға қатысты бұйрық Раббыңнан келген хақ пәрмен, ендеше күмән шілдерге қосылма. Әр қауымның бет бұратын құбыласы, ұстаған жолы һәм көздеген мақсаты бар. Ендеше сендердің құбылаларың, жолдарың һәм мақсаттарың белгілі, сондықтан жұдырықта жұмылып жақсылықта жарысыңдар һәм топ жарыңдар. Қай жерде болсаңдар да сендердің күнінде Алла бәріңді бір жерге, яғни ғарасат майданына жинайды. Шүбәсіз Алла тағаланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Сапарға қай жерден шықсаң да намаз оқығанда жүзіңді харам мешіті жаққа қарат. Міне бұл Раббыңнан келген хақ үкім. Алла не істеп не қойып жүргендеріңнен бейхабар емес, һәм істеріңе немқұрайды қарамайды.
Сапарға қай жерден шықсаң да намаз оқығанда жүзіңді харам мешіті жаққа қарат. Уа мүміндер, өзге адамдардың сендерге қарсы қолданатын ешбір дәлелі болмас үшін қай жерде болсаңдар да жүздеріңді харам мешіті жаққа қаратыңдар. Анығында ақиқатты жасырып, жамандықта табандап өз-өздеріне қиянат жасағандар не істесеңдер де бәрібір сендерге қарсы болады. Алайда сендер олардан қорықпаңдар, менен ғана қорқыңдар, һәм маған тиісінше тағзым етіңдер, сонда өздеріңе берген иман мен ислам сынды нығметімді тамамдайын. Сөйтіп нағыз тура жолға түскен боласыңдар. Расында сендерге өз араларыңнан аяттарымызды оқып түсіндіретін, сендерді жалған сенімдер мен күнә атаулыдан арылтатын, кітап пен хикметті үйрететін, яғни кітапты дұрыс түсіну әрі жүзеге асыру жолдарын, ондағы илахи пәрмендер мен тыйымдардың хикметін, жаратылыс пен құбылыстардың мән мақсатын ұғындыратын, сондай-ақ басқа да білмейтін нәрселерді үйрететін елші жібердік. Ендеше сендер мені әрдайым жат етіңдер, яғни әрдайым құлшылық етіп еске алыңдар. Сонда мен де сендерді ескеремін. Маған шүкіршілік етіңдер және әсте күпіршілік қылмаңдар, яғни алғысы жоқ жақсылықтың қадірін білмейтін кісінің ісін істемеңдер. Уа иман келтіргендер, бастарыңа қандай да бір қайғы қасірет немесе ауыртпалық түскенде сабыр ету әрі намаз оқу арқылы Алладан жәрдем сұраңдар. Шүбәсіз Алла сабырлылармен бірге. Алла жолында өлтіргендерді өлі демеңдер. Керісінше олар тірі, бірақ сендер оны сезбейсіңдер. Шүбәсіз біз сендерді қорқынышпен, аштықпен һәм мал-мүліктеріңді, жақындарыңды әрі өнімдеріңді, табыстарыңды кеміту арқылы сынаймыз. Ендеше сабырлы болғандарды сүйіншілеп қуанта бер. Олар сабырлы жандар, бастарына қандай да бір қайғы қасірет келгенде шүбәсіз бәріміз бір Аллаға тиесіліміз, яғни оның басыбайлы құлымыз және түбінде оған қайтамыз деп айтады. Міне солар Раббыларының кешірім мен рақымына бөленгендер, тура жолға түскендер де солар.